Баршаларыңызға сәлем. Қазіргі таңда хит болып жатырған карамельный пирог немесе карамельный сметанниктің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Қанша грамм қосу керектігін видеоның астына жазып кетемін. Сол жерден қарап көз мөлшермен қоссаңыздар болады. Ең алдымен ұнымызға сармайымызды қосамыз. Сізде сармайыңыз қатты болса, теркадан өткізіп қоссаңыздар болады. Содан соң секерімізді, ванилинді қоссаңыздар болады. Бірақ ванилин қосу маңызды емес. Разрыхлитель және жұмыртқамызды қосып, жұмсақ тесті илейміз. Осындай әдемі сап-сары тесті шығады. Бұны холодильникке 15-20 минутқа тындыруға қоямыз. Енді салмамызды дайындаймыз. Вареный сгущенкамызға қаймағымызды, крахмал да маңызды емес, бірақ мен қостым. Сіздер қоспасаңыздар да болады. Содан соң жұмыртқамызды қосып араластырамыз. Қоспамыз осындай сұйықтықта болады. Өте қою да емес, өте сұйық та емес. Противенімізге майымызды жағып, тынған тестамызды орналастырамыз. Салмамызды құйып, шетін вилканың көмегімен басып шығамыз. 180 градуста 30 минут пісіріп аласыздар. Салқын жерде 1-2 сағатқа немесе 1 күнге қойсаңыздар, ортасы әдемі болып қатады. Бетіне сахарный пудра сеуіп немесе жидектермен әсемдесеңіздер болады. Менің рецептіммен жасап, отбасыларыңызды қуансаңыздар, мен де қуанамын. Ендеше жасап көріңіздер, ас болсын.